пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды таныту қажет. Өйткені 20 миллион халықтың әлі 90% пайғамбарды дұрыс танымайды. Негізі. Оны немесе таныса да дұрыс танымайды. Білсе де дұрыс білмейді. Немесе толық білмейді. Бұл идеал ғой. Идеал. Барлық салада. Мемлекеттік басқаруда да, отбасында да, қоғамда да, оны немен қарау керек? Пайғамбарымыз мұнафықтармен қалай жұмыс жасады? Үлкен сабақ жатыр. Хадис деген кезде, мысалы, Абдулла ибн Убай бин Салулге пайғамбар шапанын берді. Алладан кешірім сұрады. Тәубе сүресін ескертіп алды. Тағы қабіріне тұрды, тағы ескертіп алды. Мұнафықты мұнафықтан шығаруға жұмыс жасады. Міне сүннет. Мысалға, кім мүшриктердің ең басшысы болған, мысалы, Сафван ибн Умайя бин Халиф. Хунайн жорығында берді, 100 түйе берді, тағы берді. Муслимде хадис келеді. Алла елшісі маған беріп жатыр, мүшрик анау. Менің ең жек көретін адам еді, бірақ ең жақсы көретін адамыма айналды дейді. Сафван айтып тұр. Сахаба, мүшрик, одан басқа мүшрик қалған жоқ жер бетінде, Меккеде. Пайғамбар тиіскен жоқ, берді, 100 түйе берді. Сен бауырыңа 100 түйе бере алмайсың ғой. Ол мүшрикке 100 түйе берді. Бірақ не істеді? Иманын құтқарып қалды. Өлтіріп тастаса болатын еді. Өйткені мұсылмандарға көрсетпеген қорлығы жоқ оның. Өзінің де, әкесінің де, атасының да кезінде. Бірақ пайғамбар не істеді? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, лил-муслимин емес. Әлемдерге, мұнафық, мүшрик, кәпір, яһуди, ит, құс, бәріне мейірім пайғамбары екендігін сол аятты ісімен тәпсірледі. Сөйтіп, Сафуанға беру арқылы, кәні әжуадан нас дейді ғой хадисте. Ең жомарт берді. Сөйтіп, иманға келді. Өйткені адамның не нәрсені жақсы көрді, сол арқылы жүрегіне жол тапты. Мал, дүние арқылы. Бірақ кейін дүние үшін ол иманға келмегендігін көрсетті. Сахабалар, кейбір тұлғалар пайғамбар дүние өткен кезде иманнан шықты, діннен шықты, ол сақтады. Абу Бәкірдің кезінде Ямамада ма соғыста шахид болып өлді. Пайғамбар сәл бұрын Мекке алынған күні өлтіріп тастаса болар еді. Істемеген жоқ. Бірақ сабыр етіп, беру арқылы иманын құтқарып, анау тозақтың төбіне түсіп кететін адамды жәннаттың төріне шығарып қойды. Міне пайғамбар сүннеті. Біз наоборот жұмыс жасаймыз. Сау адамды мұнафық қылуға жұмыс жасайды қазір. Сау адамды мүшрик қылғысы келеді. Мұсылманнан әйтеуір кемшілік, мынау бидғатшыл деп. Наоборот, пайғамбар мұнафықтың өзіне истиғфар қылып, Алладан ескертіп алды. 70 мәрте истиғфар қылсаң да Құранда келеді ғой. Алла оны кешірмейді. Бар қабіріне тұрды. Сондағы мақсаты біліп тұр ғой, ана тозақтың түбіне түсіп кетеді, мұнафық өте ауыр жағдай. Соған уайымдап тұр да. Барын салды, кешірім сұрады. Кейбір енді әлсіз деректер бар, жаңағы Омар бір күні тағы сұрап отыр дейді. Омар келіп айтты: "Я Расулалла, Алладан ескерту келді ғой." Ол Алла 70 деп айтты ғой, мен көбірек сұрайын деді. Ин тастағфир лахум 70 марра деп келеді Құранда. 70 деп айтты, мен көбірек сұрайын дейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи миссия сол үмметін құтқару ғой. Сол үшін де ол жылады, сол үшін Жәбірейіл келді. Не үшін? Сол үмметтің жағдайын ойлап, бәрі өзінің сол заманында қасында жүрген адамды ол бізді 1400 жыл бойы өткен адамды құтқаруға жұмыс жасап жатыр. Қасында жүрген адам әрине ол барын салды. Құтқару үшін. Солай. Міне сүннет. Форма емес. Форма келеді кейіннен ол. Сүннет сол. Пайғамбардың жолы сол негізі.